Короче, мен ойлағаным ғой, Ақтауда мен шығар орыс болып қазақша сөйлейтін деп. Оказывается, тағы бір бала бар екен, прям таза қазақша сөйлейді, прям шарить етеді мен сияқты да. Соны баланы тауып алдым да. Маған айтады, Таня, камераға бірдеме айтсам бола ма? Ана мына мейдан давай айта берші деп. Жоқ, ассалаумалейкум достар, қалайсыңдар? Бір зат айтайын деп едім сізге. Осы кейбір адамдарды түсінбеймін мен. Қазақстанда тұрып, өз қазақ тілінде білмеу ұят емес па? Қоя алмайсыңдар ма? Хотя бы кішкене стараться етіп жаттау керек қой. Екі тілді білу жақсы емес па не? Соны айтайын деп едім мен. Хорош, екі осындай адамдарды негізінде дамыту керек реально. Екі тілді да білу керек да. Қазақстанда расында по-любому білу керексің да. Мен айтпаймын, сендер обязаны ана мынау деп. По-любому білген жақсы да, екі тілді дамытқан деген. Вот Руслан, короче, шарит етеді. Осындай адамдарды мен уважаю, которые қазақ тілін білетін. Да, Русик? Давайте, балдар қазақ тілін жатқандар. Ертең керек болады по-любому Қазақстанда тұрып. Хорош.